Арсений, бүгін біз қазақша үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз части человеческого тела. Адамның дене мүшелері, иә? Мен саған қазір жұмбақ жасырамын, соларды табуға тырыс. Көреді бәрін өзгенің, көре алмайды өздерін. Глаза. Дұрыс. Көз, иә? Глаза қазақша көз болады. Көз. Глаза, көз. 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 Дұрыс. Бір таудың екі жағында екі қалқан жабысқан. Жақын барсаң маңына, сезе қояр дыбыстан. Құлақ. Дұрыс. Құлақ. Бәрін біліп отырсың ғой? Бізде құлақ орысша уха, да? Уха қазақша құлақ болады. Құлақ. Құлақ, иә? Дәу өңірдің қақпасы жабылады да ашылады. Жоқ болса да топсасын. Ауыз. Рот. Дұрыс. Ол рот қазақша ауыз болады. Ауыз. Иә, ауыз. 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 Дұрыс. Қосылғанда қос шебер, қыруар істі өндірер. Не знаю. Білмесең, бұл қол. Иә. Рука. Рука қазақша қол болады. Қол. Қол. Қайталашы? Рука, қол. Қол. Асқар тауда қара орман. Ал сенде сары орман. Шаш. Дұрыс. Шаш. Шаш. Орысша волосы, иә? Волосы қазақша Шаш. шаш. Дұрыс. Ал онда бүгінгі үйренген сөздерімізді қайталайық, иә? Глаза. Көз. Дұрыс. Ухо. Құлақ. Дұрыс. Рука. Қол. Дұрыс. Рот. Ауыз. Дұрыс. Соңғысы бізде волосы. Шаш. Дұрыс. Олай болса, біраз серуендеп қайтайық, иә?